армысыңдар, құрметті оқырмандар. Халқымыздың аса дарынды композиторы, көрнекті қоғам қайраткері, ұлттық профессионалдық музыка өнерінің іргетасын қалаушылардың бірі Мұқан Төлебаевтың туғанына 110 жыл толуына орай әдеби өлкетану жобасын насихаттау мақсатында қазақ өнерінің алыбы тақырыбындағы кітап көрмені сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Мұқан Төлебаев 1913 жылы 13 наурызда бұрынғы Талдықорған облысы Бөрлітөбе ауданында дүниеге келген. Төлебаев орта мектепті бітірген соң Алматы педагогикалық училищесінде оқыды. Осы кезде аудандық жұмысшы жастар театры ұйымдастырылды. Алматыда өткен халық композиторлардың бүкіл қазақтық бірінші слетіне қатысып, әнші ретінде көзге түсті. Мәскеу консерваториясы жанынан ашылған қазақ студиясында оқуға түсті. Брусловскийдің бірлесіп Амангелді операсын жазған. Қазақтың халық аспаптар оркестрінің дирижері қызметін атқарды. Мәскеу консерваториясының композициясы бойынша бітіріп шықты. Мұқан Төлебаев соғыста алған жарасы қатерлі ісікке айналып 47 жасында дүниеден озды.